Келініміз босанған. Қырға келінімізді қалжалауға қой әкелуге келдік. Сөйтсек қойымыздың бәрі жайылып кетіпті. Сөйтіп қойлардың бәрін қораға қамауға айдап келе жатсақ, мына Рекс деген итіміз де бізге көмектесіп қой қайырысып жатыр. Сөйтіп қойларды былай айдап бара жатырмыз қораға қарай. Рекс те бізден қалмайды. Міне біз уже қораға кеп қалдық. Енді қойлардың бәрін қораға кіргізіп, жайлап кіргіземіз қораға. Ал енді қойлардың бәрі жайлап кіріп жатыр қораға. Осы қойлардың арасынан бір қой семіз. Осы етті бір қойды біздің Ерекең таңдап жатыр келініне қалжалауға. Ал мына қойдың арасынан бір қойды таңдайды қазір. Ерекем әбден қой таңдап үйреніп қалған. Сразу бірден мына қой семіз, осын ұстайтын боламыз деп бара жатырмын. Ал Ерекенің көзіне бір қой түсті. Енді сол қойдың артынан ұстауға жүгіреміз бәріміз. Атамыз да бізге көмектесейін деп жатыр. Ал енді мына қойды осыншама қойдың арасынан қой ұстау оңай емес. Міне бірден ұстадық қойды. Ал енді оны байлап үйге алып кететін боламыз. Міне қойымызды енді үйге алып келдік. Қойымыз ойдағыдай семіз шықты.